Сәлем достар, бүгін қараша айының 22-сі сағат 5:30 таңғы маған кешенеге соло трип жасап теңізге барып қайтпасқа деген ой келді. Сөйтіп түнде билет алдым. Менімен бірге теңізге кеттік. Соло трип. Қасымдағы серіктесім болыңдар. Сағат қазір таңғы 6:20, мен автобус күтіп тұрмын. Негізі мен андай притік бара жатырмын. Үлгермей қалам ба деп қорқып тұрмын. Вокзалға келдім. Бұл менің пойызым. Біз қазір Гданьскте тоқтап тұрмыз. Бұл бір-біріне өте жақын орналасқан, арасы 10-20 минуттық қалалар. Мен келесі қалаға бара жатырмын, Сапотқа. Көп адам осы Гданьсктен түсіп қалды. Пойыздың вагондары мынандай, есіктерін осылай жабасың. 6 адам отырады, міне 3 орын, үстіне заттарын қоясың, 3 орын. Мына жерде айна бар. Сосын жоғарыда қандай да бір регулировкалары. Сондай, мына жерден әдемі вид. Бір 10-15 минутта мен де жетіп қаламын. Рандом. Тұрып музыка болсын. Мен мына жерде сурет салып отырмын, скетчтар жасап. Қатты ұнап отыр. Андай өзімді қатты рахаттанып. Өзімді тірі сезініп отырмын. Кәдімгідей. Мен тірі дегенде бұған дейін өлі сезініп жүрген жоқпын, жай ғана андай білмеймін, өте қатты күшті болып отырмын. Мына жерде адамдар жүр, әркім өз тілінде сөйлейді. Әркімнің айтқан әңгімесі әртүрлі. Әрбір адамның артында тұрған өмір хикаясы әртүрлі. Ойланасың, осылай қарап отыр. Шынымен де достар, Сапоттағы көріністер, ғимараттар бәрі ойландырып жібереді. Осылай кіріп келейін. Влогтан бөлек қала туралы ақпарат айтайын деп шештім. Ендеше кеттік. Сапот Балтық теңізінің жағалауында орналасқан Польшаның негізгі курорты. Жергілікті тұрғындар саны 32 мыңнан астам. Ал жазда келуші туристердің саны 1 миллионға жетеді. 7 ғасырда қазіргі Сапот жерінде славян тайпалары өмір сүрген. Орта ғасырда бұл аймақ кішігірім ауыл болған. Кейін көршілес Гданьскінің Гданьск деген қала бар. Осы Гданьсктің бай тұрғындары үшін жазғы демалыс орнына айналған. 1871 жылы Герман империясына қосылып, Сапот тек 1945 жылы ғана Польша құрамына енген екен. Расында да үйлеріне қарасаң, анау-мынау емес, әрқайсысында ерекше дизайн бар, архитектурасы ерекше, көзге тартымды, қымбат көрінеді. Әсіресе мына үй маған қатты ұнады. Өзінің керемет атмосферасы бар, бақшасы, качелясы, андай кішкентай болып өзі бұрышта күшті болып тұр. Сонымен қатар ирелең үй деп аталатын мына ғимарат та қаланың символы болып есептеледі екен. Айтпақшы, Европадағы ең ұзын ағаштан жасалған теңіз айлағы осы Сапотта орналасқан. Мен жүрген айлақ. Оның ұзындығы 511,5 метр. Қазір мысалы қараша айы болса да турист өте көп. Мен жүргенде де көп болды. Мен тіпті ойладым, қазір күз айында мынандай болса жазда қалай деп.
сөйтіп ары қарай тамашалай беріңдер. Мен кеттім, пока. Күн кішкене салқындау. Мысалы, менің қолым қатып тұр, телефон ұстап жүргенге. Бірақ күн шығып тұрғаны күшті болып тұр. Мен әдейі қарағам ауа райын, бұлтты болмайтын күнді дегенде өзім кеше қарадым, сол кезде бүгін болып тұрды. Мысалы, асықпай ертең шығуыма болатын еді, бірақ ертең кішкене бұлтты болды. Ауа райы болжамы, сондықтан күн бар кезде келейін дедім. Көшелер осындай. Ондай әдемі екен. Жапкамыз аман болсын. Хот-дог алдым, ыстық берді, жылтып берді. Енді жағажайға барып бірге таңғы ас ішеміз, хот-дог жейміз. Жалпы Сапот туралы мен Камилладан білдім. Камилла былтыр мен секілді, менен бір курс жоғары оқиды. Мен секілді эксченжге, осы Польшаға мен оқып жатырған университетке барып келген студент, менің құрбым. Оған 11 класста, 10 класста танысқанбыз біз. Ол 11 оқиды, мен 10 оқимын. Ол СДУ-ға түсті, мен екеуміз бір курста болдық та, сосын сұрадым. Қалай түстің деген сияқты. Содан бері СДУ-ға түстім. Қасымда болды, СДУ медианың хеді болды. Одан кейін мен хеді болдым. Ол эксченжге барды. Енді Камиланың ізін қуып, мен де эксченждамын. Сөйтіп, былтыр ол маған Сапоттан фото-карточка алып келген болатын. Постер болады ғой, фото, сондай алып келді. Алып келді дегенде таңдауға берді. Сол кезде неше түрлі әдемі қалалар болды. Бірақ ішінен осы Сапот ерекше жарық, күн шуақты, сосын маған су ұнайды. Сол судың несі күшті болып тұрды. Маған ерекше ұнаған постер осы болды. Сосын сол постерді Камилға жаздыртып, сол кезде ойладым ішімнен. Вот бұйырса, осы Сапотқа барып, қолыма постерді ұстап суретке түсем деп. Перекус туристочек. Еден құйып шыққан жылы суыммен вафли. Ішкі ойларыммен бөлісетін болсам, мен кішкене ұялам. Себебі қазір мысалы саяхаттап жүрмін. Бірақ бұл менің ақшам емес, саяхаттағы ақшалар. Бұл менің ата-анам мен туыстарымның ақшасы. Әжелерімнің ақшасы. Бірақ олардың сөзінше менің көргенім, олардың көргені. Үміттерін ақтауға уәде беремін. Обнимет, закопает в пески, закинут рыболовы лески, поймают сети наши души. Прости меня, моя любовь, поздно
чем-то думать слишком поздно. Тебе, я чую, нужен воздух. Лежу в такой огромной луже. Прости меня, моя любовь. Воды набрали и прилипли. Мне кажется, мы крепко влипли. Мне кажется, потухло солнце. Прости меня, моя любовь. Тихо, не слышно ни часов, ни чаек. Послушно сердце выключаем. И ты в песке, как будто в бронзе. Прости меня, моя любовь. Fun fact, менің екі атам да, нағашы атам да, өзімнің папамның папасы атам да, екеуі де моряк болған. Екеуі де армияда, море, қалай түсет? Теңізде моряк болып 3 жыл жүрген армияда, судың үстінде, кемеде. Ол кезде уже кеме ғой, кемеде служить еткен 3 жыл. Северге барған, примерно Норвегия жаққа қарай, бір мұхитпен жүзген. Сондай. Осыны көріп есіме түсіп жатыр. Бұйырса келесіде келгенде яхтаға отыратындай болып келейік. Неше түрлі яхталар тұр. Үлкені де бар, кішкесі де бар. Яхта деп атайма өзі бұларда. Мен үшін бәрі қайық ал. Кішкене дұрысырақ атайын деп яхта дедім. Потому что премиум яхтинг деп жазып қойыпты. Поляк тілінен аударғанда қараша, листопад. Маған қатты ұнайды осы сөз. Бірінші ұнайтын сөз пшестанайка, аялдама. Екінші сөз листопад. Қараша. Мен жүре бергем ғой. Алдан тағы сувенирный магазин шығар деп. Оны мен шықпай қалды. Ал мен Камила маған алып келгендей посткарта апарайын деген еді. Сөйтіп кері бара жатырмын. Негізі шаршап қалдым что-то. Жүрісімде қиындап, арқам ауырып бастады. Перекус, туристов чек. Алма жеп жатырмын. Осы жер үшін келге жатырмын. Бана жүрген жолының бәрін. Ал давайте, достар, сендер мені қаншалықты жақсы білесіңдер, соны тексерейік. Мына посткарталардың қайсысын таңдаймын мен. Міне дұрыстап қарап алыңдар. Кім тапты, сол мені жақсы біледі деген сөз. Құят қарап алыңдар. Бес секунд берем, ойланыңдар. Менің таңдағаным осы. Кім тура тапты, дұрыс тапты, сол комментарийға жазсын. Мен таптым деп. Ең әдемі сосын сапоттың вайбын беретін осы карточка менің ойымша. Бұйырса, кімге береді екен біз осы жылы? Бірдеңе өртенді ма, бірдеңе болды. Ой. Осы өртенді ма, менің не істегім келіп тұр, білесіңдер ма? Мен, мысалы, Италияда көшелерде пицца сатады. Вот, витрина қойып қояды, сосын тәттілерді, мысалы, Италияда деп айтып қояды дейді. Өзі бір рет барып келді. Не суть? Короче, айтпағым,
солай наглядын көрсетіп қояды бағасын, сосын олардың ұлттық тамағын, иә. Мысалы, Польшада жүріп те, қазір, например, бұл жақтың ұлттық тамағын дәмін татқым келіп тұр. Бірақ көп жерлерде бүйтіп барып, алып кете алмайсың да, кажется, отырып заказать ету керек. Қандай? Ештеңе көріп тұрған жоқпын. Мен вокзалдамын. Выпечка мен айран сатып алдым. Поездымды күтіп отырмын. Шаршап қалдым. Жүрсің бе ғажайыпты болашақ мінсіз келешек үнсіз қонды тағдыр қалып қойма. Дом, милый дом, наконец-то. Шаршадым, достар. Шаршағанский. Қанша шаг жүрдім екен? Қазір қорытындылайық. Оған дейін манты жейміз. Мен үйге келдім, тамағымды іштім, орналастым, кішкене дем алдым. Енді айтайын, бүгінгі күнімді қорытындылайын. Бүгін жалпы мен үшін бірінші рет соло трип болды. Яғни жалғыз өзім саяхаттадым. Саяхаттадым дегенде, қазір тұрып жатырған қаламнан 3 сағаттық жерде. Енді не айтам, не сездім мен? Маған ұнады. Маған жалғыз өзің саяхаттаған ұнады. Польша сияқты қауіпсіз, өзімді қауіпсіз сезінетін елдер болса, саяхаттар едім. Себебі, мысалы, группа болып, топ болып саяхаттағанда, топтың пікіріне қарай бағытталасың да, өзіңнің не қалап тұрғаныңды білмейсің. Ал мен не істедім? Мен отырдым, теңізді қарап отырдым, видеолар түсірдім, сурет те салдым, мысалы, адамдармен сөйлестім деген сияқты өз қалауымды және сол сәтте не істегім келді, соның барлығын жасадым. Яғни тарс-тарс көріп шығу емес, бәлкім тек бір точка болғасын ба, тарс-тарс көріп шығу емес, сол сәтте сезіну менде жақсырақ болды. Жалпы 11 мың, 12 мыңдай шаг жасаппын, меніңше аз, мен көп жасаған сияқты едім деп ойладым, бірақ ладно. Ал бюджет бойынша баруым, қайтуым, билетім 5 мың 10 мыңға шықты, 50% скидкамен студенттік. Кейін тамағым 5 мың, сосын 300 теңгеге фотокарточка алдым, болды. Сонда 15 мыңға шықты. Жалпы бүгінгі бір күндік теңізге бару соло трипімнің қорытындысы осындай. Өзіме қатты ұнады. Сіздерге де осы влог бір жағынан пайдалы, бір жағынан қызықты болды деген үміттемін. Бірақ бірінші кезекте менің басты көрерменім ол ертең өсіп кеткен Альбина. Қарасын, менің сағынышпен қарайды ма әлде? Сағынышпен қарайды ғой, яғни менде барлығы жақсы айтқым келетіні. Осы влогтардың барлығын сен үшін түсіріп жатырмын. 20 жасар Альбинаның өмірі қандай болды деп қызықтыратын болса, 20 жасар Альбинаның өмірі Польшадағы осындай. Бүгін соло трипқа барып мәз болып отыр. Қайырлы түн баршаңызға. Сол, өмірлеріңізде барлығы жақсы болсын.